команда. Қазір мен сендерге Инстаграммен қалай жұмыс істейтінін көрсетемін. Инстаграмға кіреміз. Мында көрсетілген. Ең астында оң жақта дөңгелек тұр, сол жерде көрсетіліп тұр, қандай парақшамен кіріп тұрғанымды. Енді ең үстінде сол жақта мында 3 бұрыш тұр, осыған басақ, менде қазір 3 аккаунтым ашылып тұр. Енді қазір тағы да қосатын 2 аккаунтым бар, соны қосайық. Ең үстінде оң жақта 3 нүкте бар, соған басқанда астына түсеміз. Выйти из всех аккаунтов деп таңдасаңыз, яғни бүкіл парақшаларыңыздан шығасыздар. Завершить сеанс 777 деп бассам, онда мен тек осы парақшадан ғана шығып, екі парақша ашық тұра береді. Енді маған 2 парақша қосу керек, добавить аккаунт деп басамын. 2 парақша ол яғни уже ашылған парақшалар. Егер сізде әлі қосатын парақшаларын ашылмаған болса, онда зарегистрироваться деп басасыздар да. И мына жерде регистрация с электронным адресом или номер телефона деп басасыздар. Мында ішіндерде шығады телефон номерін тересіздер. Далее деп басып, сосын сізге телефоныңызға смс келеді, сол кодпен кіресіздер. Енді менде парақшалар ашылған, мен переключить аккаунт деп басамын. И жаңағы қосатын парақшамның логин мен паролін жазып кіремін. Так, пароль. Вход. Енді қараймыз. 3 бұрышқа бассам, менде уже 4 жаңағы аккаунтым қосылды, 4 аккаунтым ашық тұр. Енді мына жерде ең соңында плюсик деген таңба бар, добавить аккаунт, осыған басып, жаңағы 5-ші парақшамның логин мен паролін жазып кіремін. Қазір. Мынаны ашса, енді менде 5 аккаунтым ашық болып тұр. Так, енді ең бастысы бұл подписка жинау, я? Подписканы қалай жинаймыз? Ең астында лупаның суреті тұр, сол лупаға басамын, и қыздар отыратын группаларды мысалы іздеймін. Орамал тағу, әдемі үлгілері, кулинария, торты на заказ, женская одежда, тағы қандай. Қыздар сыры, сырласу деген, қыздар әлемі деген мұнда группалар өте көп. Мысалы, орамал тағудың әдемі үлгілері таңдадым. Мұнда көп подписчиктар. Егер подписчиктары көп, подписка жасаймыз да, бұл группаға кіреміз. Группаға кіргенде, так, мұнда подписчиктарға кіріп, енді адамдарды қалай іздейміз. Подписчиктардың арасында еркек адамдар да кездеседі, интернет-магазиндар, рекламный аккаунттар көп кездеседі. Солардың арасынан қыздарды іздеп отырмау үшін біз мына жерге лупа деп тұрған жерге ищите подписчиков деген қыздардың аттарын кезекпен жазамыз. Мысалы, Алия деп жазсақ, барлық Алиялар шығады. Осыларға енді подписаться деп басып, тез 200 адамға подписка жасап тастаймыз. Лимит 1 сағатта 200 адамнан артық подписка жасамайсыздар, өйткені парақшаңыз блокқа түсіп қояды. Не осылай подписаться деп бүкіл Алияларға подписка жасап тастайсыз. Болды. Енді қайтадан басқа, мысалы, Асемдер шықты. Подписка зашыпстаймыз, подписаться. Кейде осылай, мысалы, кіріп кетсе, онда мына жерде стрелка тұр, осыған басып, и артқа қарай жылжиды. Асемдер бітті. Кез келген по очереди, мысалы, Адан бастап, сосын Б, В деп кете бересіздер. Так, Асель. Мысалы, барлық Аселдер шықты. Осылай санап 200 адамға подписка жасаймыз. Подписка жасап болғаннан кейін келесі аккаунтқа көшеміз. Так, мына аккаунтпен подписка жасадым, енді келесі аккаунтқа көшеміз. Басқа іздеймін.
құрақ көрпе қыз жасау. Мен бұған уже бұдан іздедім адамдарды. Так, мысалы сәулелер шықты. Бұған көп уақыт кетпейді. Осылай кезекпен кезек кіріп, мысалы басқа аккаунтқа 5 аккаунтпен 200 адамнан подписка жасап тастайсыздар. Енді келесі бұл директіге смс жазу. 200 адамға подписка жасап болғаннан кейін 1 сағатқа қалдырасыз. 1 сағаттан кейін кіріп, қайтадан 200-200-ден подписка жасап тастайсыз. Енді директіге сообщение жіберу. Жаңағы группаларға кіреміз, мысалы қыздар отыратын группалар. Так, да кірсек. Қараймыз. Лайк көп басқан, комментарий жазған фотоларды. 57 адам лайк басты. Енді қараңыз, бірінші фотоға кірсек. Бұл бірінші фото. Ең астында жазылып тұр қашан публикация жасаған. 2 сағат бұрын публикация жасалған. Бұл фотоға 57 адам лайк басқан. Яғни бұл 57 адам Инстаграмда онлайн отыр, немесе 2 сағат бұрын Инстаграмға кірген адамдар. Яғни бұл живой подписчиктар. Осыларға да мысалы подписка жасауға болады, және де директіге сообщение жазуға болады. Енді қараймыз. Өзіңіз таңдайсыз, қандай адамға сообщение жазғыңыз келеді. Так, закрытый аккаунт. Так, мысалы мынау жас келіншек. Осыған жазайық. Сообщение жазбас бұрын. Так, подписаться. Сосын 5-6 фотоға лайк басып шығыңыз. Өйткені кейде директіге сообщение жазғанда олар қарамайды. Ал егер лайк бассаңыз, онда лайк кім басты екен деп қарап, сіздің парақшаңызды қарайды. Так, міне лайк басып тастадық. Енді сообщение жазамыз. Алдымен сообщениені, директіген сообщениені қалай қарайды. Міне мынау ең астында, сол жақта үйдің суреті тұр. Соған бассаңыз, жоғарғы жағында оң жақта стрелка тұр. Бұған басқанда жаңағы сіз директіге жазған сообщениялар шығады. Кімге жаздыңыз, соны көріп отырасыз. Осы жерден мен қазір мысалы копировать етемін. Мен қараңыз, осы алдында мен жіберген сообщение, енді осыған басып тұрсақ, копировать, отменить отправку сообщений деген шығады. Копировать текст деп басамын. Немесе WhatsApp'та копилка чат болса, ол жерден де алуға болады сообщенияларды. Алдын ала дайындап қоясыздар. Енді 3 нүктеге басамыз. Отправить сообщение деген бар. Осыған басып, напишите сообщение деген жерге былай басып тұрамыз. Вставить деген шығады. Міне сообщение қойылды, отправить деп басамыз. Сообщением кетті. Осылай 10 адамға жазып шығамыз, 10 адамға. Закрыт аккаунт. Тағы да лайк басып қоямын 5-6 фотоға. 1 сағатта 10 сообщениедан артық жіберуге болмайды бір аккаунттан. Не лайк бастым, енді осы сообщениені жаңағы вставить деп, отправить деп басамын. Осылай 10 адамға жібересіздер. Сообщение жібергеннен кейін келесі аккаунтқа көшіп, осы аккаунттан сообщениялар жібересіздер. Осындай группаларды іздейсіздер, яғни ол түрі подписчиктар. Сосын мына жерде ең астында жүректің суреті тұр, соған басқанда бұл жерде көресіздер сіздің фотоңызға кім лайк басты, кім подписка жасады. Осының арасында да біз сияқты емес, жай адамдар болса,
соларға да сообщение жазуға болады. Мысалы, мынау кісі маған лайк басты. Значит, мен рекламный сурет кіріп тұрмын, значит, ол рекламный, біз сияқты рекламный аккаунт. Не, мынау кісіге кірсем, мынау жай адам. Значит, осы адамға да мен, бұл тірі адам, осы адамға да мен лайк басып, сообщение жіберемін. Так, енді сообщение жіберемін. Отправить сообщение. Ставить. Не, осылай барлық 5 аккаунттан 10 адамнан сообщение жібересіздер. 5 аккаунттан желательно әрбір аккаунттан барлық бірдей сообщениялар болмасын. Мысалы, 5 сообщениялар дайындап қойыңыз, қазақша, орысша, каждый аккаунтқа басқа сообщениялар. Тағы да айтып кетейін, яғни подписка жасаймыз. Екіншісі бұл сообщение қандай адамдарға жазамыз. Міне жүрек деген неге кіресіздер да, бұл жерден қарайсыздар, сіздің фотоңызға кім лайк басты, кім подписка жасады. Олар тірі адамдар болса, жай адамдар болса, біздікі сияқты реклама аккаунт емес, жай адамдар болса, онда соларға сообщение жібересіңдер. Сосын тағы жаңағы группаларға кіріп, қыздар отыратын группаларға кіріп, ең бірінші бір-екі фотоға бассаңыз, сол фотоға лайк басқан, комментарий жазған адамдарға кіріп, соларға да лайк басып, сообщение жазасыздар. Міне, басты жұмыс осы, күніне 2-3 фото салу постпен. Не қараңыз, менде әрбір фотоның астында пост жазылып тұр. Постсыз фото менде жоқ. Онда фотолар болмасын. Өйткені адамдар қазір фото емес, астындағы комментарийді оқиды. Не, жай фотоның астында да менде комментарий жазылған. Пост жазылған.